Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді фри дайындайтын боламыз. Бар жоғы 3 минутта дайын болады. Ол үшін бізге 3 картоп қажет болады. Бұны видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың да емес, жұқа да емес, турап аламыз. Осылайша видеода көрсетілгендей турап, оны өзіміздің тарелкамызға салып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, пайдалы видеоларды жасап көріңіздер. Тағамдар өте дәмді шығады. Осылайша картошкамызды соломка сияқты етіп турай береміз. Менде 3 қана картопты алдым. Сіздер мейлінше көбірек алсаңыздар болады. Оны біз енді крахмалын жуып тастау үшін мұздай суға тұз салып, қайтадан жуып аламыз. Және де араластырып, оның крахмалы шыққанша араластырып, қайтадан төгіп. Картошкамызды кептіру үшін біз сүлгіге осылай жайып қоямыз. Біздің картошкамыз құрғауы керек. Ол сәтте біз табаға май құя береміз. Майды қатты қыздырып, өзіміздің фриімізді салып аламыз. Бізде май қызды, енді картошкаларымызды сала беруге болады. Кино көріп жегенге өте жақсы. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Осы видеодағыдай біз өзіміздің картошка фриімізді қуыра береміз. Арасында араластырып тұрамыз осылай. Біздің картошкамыз сарғыш түске енген кезде біз өзіміздің тарелкамызға салып аламыз. Жасап көріңіздер, құрметті оқырмандар, өте дәмді болып шығады.